Біз Амангелді ауданының шаруа қожалықтары Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеуіміз бар. Біздің көктемгі 2024-тің былтыр наурыз айында суға кеткен малдарымыздың өтемақысы өтелмеді. Бәрі вакцина деп бір сылтаумен 5 желтоқсан күні облыстың әкімі Құмар Іргебайұлы Ақсақалов келіп, бұл проблемаларын шешіп берем, бәрін қатырам деп сотқа беріңіздер, сотта оң шешіммен шығады деп еді. Осы күнге шейін март айы болды бүгін. Ешқандай өтемақы төленген жоқ. 2 айға кейінге шегертіп жатыр. Ол енді өздерінің әдейілеп істеп жатқанын бір Құдай біледі. Бәріміздің де кредитіміз бар. Малды, жылқыны бәрімізде кредитке алғанбыз осы жеңіл пайызбен. Кредиттер төленбей тұр, штрафтар келіп жатыр, сотқа беріп жатыр, бәрін жағалай жан-жақтан қысып жатыр бәрімізде. Осы тұрған ауданның кәсіпкерлері, шаруа қожалықтары Амангелді ауданының әкіміне де қайта келіп жатыр. Ешқандай нәтиже жоқ. Енді біз Астанаға барамыз, басқа вариант жоқ. Енді айта беріңдер өздеріңіз. Кредиттері барлардың басында қолдарыңызды көтеріңіздерші, шаруа қожалықтар. Соттың шешім шықты, онша миллионның сыртында штраф салды сізге. Енді айтыңыздаршы, жаңағы ол басқа да адамдар бар ғой, вакцинация дәл сіздермен қанағаттандырып маусым айында. Одан кейін бұзды, енді қазан айында жаңа 60 қожалыққа малдардың мүрдесі жоқ, сонымен төленді ғой, мысалы, дәл сіздердей жағдайда. 60 адамға төленді. Иә. Сіздерге вакцинацияның жалған екені басынан белгілі. Прокуратура тексергенде де айтқан жалған деп қойылған деп. Иә. Облыстың соттың несінде де дәлелденген, ветврачтардың бәрі вакцина жасалмаған жөнінде толық анықтамасын беріп, дәлелденіп, нүктесі қойылып тұрған дүние, бірақ осы күнге шейін әлі шешім шыққан жоқ. Соттың шешімі шыққан жоқ. Жоқ, енді сотта мынандай өздерінің кінәсі екенін көріп тұрып, медиацияға келуге мүмкіндік бар ғой, басында сондай басталды да, сосын тоқтап қалды. Сөйтіп айтқан бізге соттан жаңағы көмек болады, тез қарап береді. Сөйтіп айтқан, бірақ істе айтылғанмен, сөзбен айтылғанмен іс жүзінде орындалған жоқ ол нәрсе. Сот бастағанда медиацияға барамыз деп келісті да, кейін осы ақпан айында медиациядан ол кісі бас тартып отыр, әкімшілік. Енді бір жыл уақыт болды бәріміз жүргенімізге. Енді сіздерге қандай сылтау айтып отыр, мысалы, вакцинация хаттамада көрсетілген, басқа сылтаулар табылып отыр ғой, мал ешқайда кеткен жоқ, мұхит жоқ деп, Давлетов мырза сөйдеп отыр, құмға сіңіп кеткен жоқ деп. Сонда басқа малдардың, мысалы, бас аяғы 83 бас жылқы бар, бәленбай бір қожалықта бәленбай сиыр, 51-ден не, солардың бәріне біреуіне де сөз айтпай төледі ғой, мысалы, ешқандай мүрдесіз, тек қана куәліктермен сіздерден. Сонда 617 миллионнан астам ақша төленді ғой, 60-қа жуық адамға. Олар вакцина жасалмағанда, біздікі вакцина жасалған болып тұр. Біздің арамызда бір үйде 5 сиыр бар адамның бір сиырын төлеп, 4 сиырын вакцина жасалған хозяйстволарда бар, мысалы. Вакцинация жасалды деп бермегенде бір сиырына берген, ол бір қора тұрған малдаға. Жақсы. Енді сол аудан әкіміне қайтадан кіріп шығасыздар, сосын нәтижелерін тағы да айтарымыз, қосымша мынаны жібере берейік әзірше.